ашық сабақ ретінде өтеміз деп. Ашық сабақ байқап отырғандарды топтық жұмыс түрінде болады. Сол үшін алдымен топқа бөлініп алайық. Тақтада сендерде түрлі стикерлер біртіндеп келіп аласыңдар. Қай топ ішінде түсті, соған топқа отырамыз. Енді әр топтан бір топбашы сайланды. Топ başlar назарларыңызға. Сіздерге бағалы парақ таратылды. Топтағы оқушылардың тізімін жазасыздар да қазір сабақ барысында кім қалай қатысты, сол бойынша өздеріңіз бағалап отырсыздар. Әр тапсырмаға бірден 10-ға дейінгі балл жүйеде. Енді сабағымызды қарай жалғастырайық. Бәріміз назарларыңызға. Сөз доғарамыз. Менің қолымда кішкентай ғана доп бар. Бұл доп былай қараған кезде жай ғана доп секілді. Бірақ мен көз алдыма елестетсем, бұл біздің жер шары секілді. Дөңгелек, допта дөңгелек, жер шары секілді. Негізі менің былай елестетеміз. Менің қолымда осы кішкентай ғана жерді, кішкентай ғана жердің дамуына үлес қосатындай үлкен бір алып құдіреттің есімін мен ести аламын. Туған жеріме, отаныма, жалпы барлық жер планетасына қандай үлес қосаламын. Немесе осы планетаны көтеру үшін бізге не керек? Осы сұраққа сіздер қалай жауап бере бересіздер? Егеменді тобына кішкентай ғана планетаны ары қарай жүру үшін сіздердің қолдарыңызда бір құдірет сосын электронды мысалы басқа мемлекетке көшкенде Қазақстанның дамып оларға экономика, тағы да ақша. Енді қалай ойлайсыздар? Осы сіздер айтып отырған нәрсенің барлығына орын алу үшін ең басты не керек? Ең негізі ақша. Мысалы, сіздердің қолдалай бірақ планетада соғыс болып жатыр. Немесе бір-бірінің арасында жаңағы егемендік, теңдік жоқ, бір-біріне басымдық болса, оның жаңағы айтқандардың бәрін орын аламын. Демек, ол үшін ең басты не керек екен? Бейбітшілік, бостандық. Тәуелсіздік деп айтамыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Темірхан Мелекбековтің тәуелсізбін деген өлеңі екен, иә? Барлығымыз назарымыз тақтада. Бүгін біз сабақтың соңында мынандай мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Әдеби шығарманы мазмұнмен танысуымыз керек. Құрамдас бөлімдерге талдау жасай аламыз және де көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, өзіміздерді жатқа айтамыз. Өзіне тоқтамас бұрын автор туралы түсінікті қалыптастырып алайық, иә? Темірхан Мелекбеков деген кім екен? Темірхан Мелекбек 6 наурыз 1945 жылы Амангелді ауылы, Түркістан қаласы, Түркістан облысы, ақын мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам қайраткері. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика институты, қазіргі ұлттық педагогика университеті филология факультетінде оқыған. 1968-де 2002 жылдары радио мен телевидениеде
әр түрлі газет, журналда, шығармашылық ұйымдарда қызмет атқарған. Қазақстан жазушылары одағында 2000 хатшы болды. 2003 жылдан АКК журналының бас редакторы. Ары қарай шығармалар жөнінде Әлібек Осылбай. Медет Темірхан көптеген кітаптардың авторы. Оның жанының жапырақтары, сапар алдында, алыс шақырымдар, мәртебе, әуедегі толқындар, дауыс, көгершін қауырсындары, аңқа кіріктерген аңызақ, сырым бар саған айтатын, тағдырлы жылдар жырлары, көп түріктер саны, жыр жинақтары мен менің абайым, баба дәстүрдің мұрагері кім, 8 қырлы 80 сырлы әлем болып атты сан тәттірі зат көрдіңіз. Бұл сіздердің оқулықтарыңыздан бөлек мәлімет болатын. Енді оқулықтар бізге берген нақты мәліметтерге тоқталып өтейік, иә? Бесінші жылы 6-шы наурызда оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданының Амангелді ауылында дүниеге келді. Ақын орта мектепті бітірген соң Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінде оқыған. Ақын қазақ поэзиясын өршіп рухты жаңашыл туындылармен байытты. Көк түріктер сарыны атты жинағында 2002 жылғы заман назары мен бүгінгі күн мәселелері жерге сілтер жолдар үлгісінде айтылған. Оны махамбет рухында монологты, көптеген күні көп дастандары ұлттық бояуы қанат, күрескер, қайсар әрі мұңшыл романтикалық болмысты толықтай танытқан поэтикалық қуатты шығармалар. Ол украин өзбек тілдерінен гужва, вахидов өлеңдерін аударды. Темірхан Мелдекке тағдыры жылдар жылдары жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. 2000 Ақынмен таныс болдық па? Темірхан Мелдек деген не екен? Бұл жазушы ақын. Қай жылы өмірге келген? Қай жерде? Қай өңір тумасы? Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиет өкілі. Тағы да қандай марапат алған екен? Мемлекеттік сыйлықтың иегері. Қандай шығармасы үшін алған екен? Тағы айтылмай қалған. Айтылмай. Енді осы ол туралы мәліметті толықтыру үшін кітаптың келесі бетін ашамыз. Келесі бетінде сіздерден Әлібек Осылбайдың осы автор туралы пікірі берілген. Қаламгер пікірі ісі. Дариға, өтеміз ба? Қаламгер пікірі. Темірхан өлімді жан-тәнмен қабылдап, жан-тәнмен жылап қойылған қарынын ашқаны емес, қауымнан қасиет қашқанына қайғыратын. Елдіктің мәселесінде күні кешегі таңдайдағы азды кем тәттіні аңсайтын еркенін емес, без баяндағы маңдайы ашылмай келген халқының жолының онша неге қатты болған шыныққан еркектің сөзін сөйлеп дәйім ірі турап келе жатқан арқалы ақын. Жұртымен бірге жүріп, егіліп, бірге жүріп сөгілді. Өлеңдермен де өмірмен қазақ азаматы үшін қазақ даласының қай түкпірі де өз ауылы, қазақ баласының қай тумасы да өз бауыры екендігіне емінше дәлелдеп келеді. Әбіш Кекілбайұлы. Әбіш Кекілбайұлы не депті? Қандай пікірде екен? Ол жақсы. Сіздің өзіне жақын қабылдайды. Тағы елінің қамын өзінен артық қойған дейді. Енді жалпы автор туралы түсініктеріміз қалыптасты деп ойлаймын. Енді ары қарай біз тәуелсізбін деген өлеңге көшеміз. Ол үшін өлеңнің өзін түпнұсқасын тыңдайық. Келді міне азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіненді. Тәуелсізбін мен бүгін, келді міне азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіненді, шемен болған шерлінім. Қарсы қарап қатал мынау заманға, айналдық біз қайтпас қайсар қамалға.
Aldı bugün tevhelsizlik tağ tasım, orman kölüm, dalam benim balanda. Canım benim, kanım benim tevhelsіз, arım benim, zarım benim tevhelsіз. Zangım benim, bağım benim tevhelsіз, ənim benim, dənim benim tevhelsіз. Tevhelsizbin, tanıp durmun özümde, uçuramın kanat baylap sözümde. Ешкім енді көкірегімнен итеріп, ешкім енді шұқымайды көзімде. Тәуелсіз ғой, ойым менен ұғымда, бақыт құсын қонды келіп тұғырға. Тәуелсіздік алды бүгін қараңдар, тойым түгіл, қайғым менен мұңымда. Заман өтті, қансыратып қанаған, заман өтті, қалтыратып тонаған. Тәуелсіздік келді міне ақыры, зорға жеттім. Zorға жеттім, мен оған. Мұның бәрін ұғынам, жүрек жара, зар заманның мұңынан. Сол кезде мен азаттық деп, теңдік деп, бөрі болып, айға қарап қойған. Тәуелсізбін, енді міне мен бүгін. Келді кіріп азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым, мендігім, шешім енді. Şirin bolğan şiirlerim, kevden erdi, tarıqtaсын kek qısıp, kete dodan mör dalama örtüsüp, qısqaynalıp kövdendегі жүрегім, sevinçle keler күнге kep düşüp. Transfolge. Жалпы түсінікті ма? Өлеңнің мазмұны, желісі, не туралы айтылғаны, не туралы айтылған ең басты мәселе? Аныша, көп туралы айтылған? Өзінің деген сезгеншілігі, мейірімділігі, тәуелсіз алған үшін өте қуаныштымын. Тәуелсіздікке қол жеткізгені үшін ішіндегі қуаныш ең басты мәселе. Және назар аударатын бір жай, өлең өзінің атынан ғана емес, жалпы халықтың атынан да айтылып тұр. Және де бұл жерде сендерге бір түсініксіз болатын бір сөз бар. Өзі шамақы өзің керек. Шешіл енді шемен болған шердіңімден. Осы жолды оқыған кезде сендердің ойларда шемен деген сөздің мағынасы қандай деген сұрақтар туы мүмкін. Енді бұл жерде несіндегі ақпарат беріп, шемен деген жалпы адамның организмінде жаңағы қан айналымы дұрыс болмаған кезде пайда болатын аурудың қазақша атауы екен. Яғни бұл жаңағы қан айналымы немесе мөлшерден тыс жаңағы қозғалысқа келіп, жаңағы тері асты майларына жинап қалып, соны шемен дейді. Яғни бұл жерде сол шемен деген жаңағы аурудың өзі тіркей, яғни шешіл енді шемен болған шердің үнім дейді. Яғни тілінің еркін болуына, болашақта өзінің ойын еркін жеткізе алатындығына жаңағы теңестіріп айтып отыр екен. Енді бұл жерде негізгі мәселе осы тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейінгі жағдай, оған дейін не болғаны, бұл жағдайға қалай жеткенін, және де ең соңғы шумаққа назар аударатын болсақ, жалпы бүкіл халықтар сегізші ретінде айтылып өтеді. Осы тәуелсіздікке жеткенімізге мыңда бір шүкір дегендей мағынада айтылған. Ары қарай енді біз тапсырма орындаймыз. Алдымен теориялық білімімізді қайталап алайық, шыңдап алайық. Лирикалық шығарма дегеніміз не? Азар лирикалық шығарма. Лирикалық шығарма. Поэзиялық шығарма. Өлеңмен жазылатын. Ары қарай лирикалық шығармада сюжет болады ма? Сюжеті болатын шығарманы не деп айтатын едік? Нарықпен зауалы біз жанры поэма. Нарықпен зауалы шығармасын жанры неге жатқыздық? Апай, ана, блин, өттік қой. Иә, Бірінші
жүйенің жаңағы сюжеттік желісі қалай өрбиді деген сұраққа қалай жауап береді? Бәрібір біз оның сюжеттік желілерін қамтуымыз керек. Сюжетті, мысалы, апай қараңыздар, бұл жауы махамбеттің соңғы сөздері. Ол жақта кейіпкерлер бар, оқиғалар бар, ал бүгінгі шығармада Сюжет жоқ. кейіпкер жоқ. Нақты бір тартыс жоқ, иә? Литература шығарманың кейіпкері кім? Автор. Автор өзі халық. Енді осы есімізге бір түсіріп алдық. Ары қарай нақтылау үшін мәлімдейді. Профессор Мәшһүр Жүсіпов өзінің лирикадағы сюжет мәселесі деген жаңағы мақаласы бар екен. Ол жерде лирикалық шығармада сюжеттің өрістеуі басқаша түрмен сипатталады, яғни басқа шығармадағыдай емес. Онда да лирикалық кейіпкердің күрес пен даму үстіндегі әсерлену, ой, сезім қозғалыстар ретінде көрінеді. Яғни өлеңнің сюжеттік желісі ондағы жаңағы кейіпкердің күйі, ойы, жайы арқылы жеткізіледі екен. Яғни сюжет желісін лирикалық кейіпкердің түрлі сезімдері арқылы талдаймыз. Қазір келесі тапсырмаларда осы сюжеттік желілерін талдайтын боламыз. Осыны ескеріп отырыңыздар. Енді біраз жаңағы сюжеттіктерін жасап алайық. Бұл қысқаша ғана жасалатын ойын. Жаңылыспаймын деген ойын. Бұл жерде сандар тізбегі қатарымен айтылады. Мысалы, біз санап отырамыз. Мен 1, 2, 3 деп санаймыз да. Бірақ 3-ке бөлінетін сандарды айтатын адам 3-ті айтпау керек. 3-ті, 6-ны, 9-ды, 11-ді, тағы да 12-ні деген секілді 3-ке бөлінетін сандар айтпау керек. Оның орнында жаңылыспаймын деп бастайды. Ойнаймыз ба? Мен бастайын. Азаттық тобынан бастаймыз. Мен тез айтамын. Тез, иә. 1-ден кейін? Ары қарай? Алды, тоғыз, секілді 3-ке бөлінетін сандарды айтпаймыз. Оның орнына жаңылыспаймын деп айтамыз. Апа қайда басырым шоу? 1, 2, жаңылыспаймын. 1, 4, 5. Жаңылыспаймын. 7-де ары қарай? Жаңылыспаймын. Қайттан баста? 1-ден. 2, жаңылыспаймын. 4. Жаңылыспаймын. Жақсы. 7. 8. Жаңылыспаймын. Жаңылыспаймын айтты. Одан кейін? 10. Жақсы. 1-ден бастайық, иә? 4 деді, одан кейін? Енді? Жаңылыспаймын. Сергіп па? Аз уақыт іште қалады. Енді топтық тапсырма. Әр топқа жеке-жеке тапсырма берілген. Топтардың тапсырмалары бір-біріне ұқсамайды. Обслужите меня.
Birinchi to'pni жұмыстан asrolari. Қазақ поэзиясын өршіл рухты жанашыр туындылармен байытты. Biz tәуелсіздік алғанға тартып барған адам. Ақын қазақ поэзиясының тарихты жаңашыл туындылары байытты. Ұлттық педагогикалық университетте оқыған. Ол күлтегі және деген поэзиялары бар. Және 1945 жылы ауылында туралы класс инфраструктура енді азат көп бағалап жіберейік. Одан салды. Бағалаймыз. Көреміз жер домалақ. Жер домалақ. Пойдем, все зеленый Келесі екінші топ. Зеленый, да, Шығармада халықтың тәуелсіздік алуына басталады. Ортасында халық қиын кездерін еске түсіреді. Соңында халық сүйінші сұрайды. Айтқан болады. Енді мысал ретінде шығарманың басында тәуелсіздікті алудан бастайды. Зеленый. Бүгін келдім азаттығым деңгейден осылайда бойылдым Енді екінші ортасында не дейді? Қиын кездерін еске түсіреді. Осыған бір үзінді келтірсек. Халықтан сүйінші сұрайды дейді. Енді екінші топты бағалап жіберейік. Жасыл дейді. Қалай бағалайсыздар? Екінші топты. Зеленый поэзия, жасыл. Жасыл. Енді үшінші топ тегінде. Делайте. Сүйіндір долы төлесі. Зеленый. Тәуелсіздік қуантады, уайымдатады, жетеді. Тәуелсіздік бостандығым мен тергендігім. Ашық аспан. Біз тәуелсізбіз.
Бұл топқа 5 жолда белем жасау керек болған, иә? Топ жасармен тапсырманы бағалаймыз қалған 3 топ. Эй, Келесі ең соңғы қалды егемен. көреміз жер. Біз сынға екі мәтінді, екі шығарманы салыстырдық. Тәуелсіздік бұл өлеңде ақша өзі ғана емес, халықтың атына айтып жатыр. Бірінші шумақта 5 тармақ. Оның тәуелсіздіктің идеясы, тәуелсіздігін алған үшін және бостандық. Ал шығармада бұл шығармада әр кейіпкер өз ойын белгілеп қойды. Бірінші шумақта тармақ. Идеясы әрісі ойланып істеу. Өте жақсы деп ойлаймын. Себебі бізге қанша өткен зауал шығармасын салықтап отырып ешкетте жақсы. Бағалайық. Бағалаймыз. Сіздерге берілген тапсырманы менің ойымдағыдай ордадыңыздар. Енді соны көрейік. Автор туралы класте өте жақсы болды. Автор туралы барлықтары түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді ары қарай өлеңнің сюжетінің құрамдас бөліктеріне тоқталып өтейік. Бәрібір оны жаңағы барлығымыз түсінуге міндеттіміз. Одан кейін мына жерге назар аударыңыздар. Бірінші шумақ берген. Тәуелсізбін, тәуелсізбін, мен бүгін келді міне, азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіленді, шенен болған шерлінім. Бір ғана бірінші жаңағы шумақты мысалға келтіре отырып, біз талдау жасай аламыз. Тәуелсіздік алған елімізге жыр шумағын арнаған екен, яғни өзінің шашуын шашады. Бұл жолда біз тірек сөздер ретінде тәуелсізбін, бостандықта және азаттығым, теңдігім деген сөздерді тірек сөз ретінде ала аламыз. Және сол сөздерді қолдану арқылы тәуелсіздіктің қанша жылдардан кейін және тәуелсіз жолда, сол жолда қанша батырлардың жаңағы қан төгілгендігі және ол жердегі жаңағы сол жерге қан төгілгендігін аңғарғандығын айтқан және де осы өлеңнің тақырыбын асқақтатып бір шумақтың өзінде көрсетіп тұр екен. Ары қарай ортасына келетін болсақ, мына үзінді арқылы жаңағы лирикалық қаһарман бұл жердегі тәуелсіздік алғаннан кейінгі ұлттық рухты тұсамыстың үзілгенін, қазақ халқының тәуелсіз ғой ойы менен ұғымда деген жол не болды сендерге? Жолынан дербес қазақ елі енді әулетіміздің асуы да, дәулетіміздің тасуы да өз қолымызда, қанатымыз талмай, биікке самғасын деп түйінді ой жасайды. Яғни тәуелсіздіктен алғаннан кейін қандай болу керектігін айтқан. Осындай қуанышты сәтте ақын ұшырамын қанат байлап сөзімді деп жаңағы оқырманға ерекше рух береді екен. Одан кейін соңына келетін болса, міне сүйіншілік келер күнге ұшып кеудемдегі жүрегім деген жолдар арқылы өлеңді қорытындылайды. Яғни өлеңнің соңғы шумағы барша ғаламға жаңағы әділетсіздікті, көреалмаушылықты, сондай озбырлық, жаңағы сондай қасиеттерді тыныштық болсын деп түйіндеген, яғни олардың орнын жақсылық, тәуелсіздік алмастырсын деген. Және де күллі жаңағы әлемге сүйінші сұрай отырып, мәңгілік тәуелсіздік елдің идеясын өлеңмен қорытындылайды екен. Яғни жалпы өлеңнің сюжеттік желісіздікті деп ойлаймын. Енді келесі бізде теңдік тобының тапсырмасы жалпы ұқсас болды. Еркіндік немесе тәуелсіздік деп алған болатын. Олар еркін, қасиетті, ынтымақтылықты және армандарды жырлауды кемелденді деген сөздер арқылы берген екен. Олар қуантады, уайымдайды және күшейтеді деп айтылады. Ұлттық күн қайтадан оралды деген сөйлемді алсақ болады. Ал олар тәуелсіздік, бостандығым мен теңдігім және ашық аспан деп қорытындылаған екен. Жалпы барлық тапсырманың жаңағы топтардың тапсырмасы жақсы. Енді ерекшелігіне тоқталып өтейік. Егемендік топ жасаған болатын. Бұл жерде жаңағы тарихи ұлт мүддесі тұрғысынан
болатын. Кеңес тұсындағы жаңағы ақындардан бөлек шет тәуелсіздік замандағы ақын жаңағы ойын еркін білдірген және де бұл жерде ұлттық сипат алған дегеніміз жаңа жай ғана өзінің атынан емес халықтың атынан да сөйлеп тұрған. Жалпы бостандықтан туған бұдан жаңағы бостандықтың баға жетпес көрінісін сипаттаған жыр деп баға берсек болады екен. Өздеріңіздің жаңағы жасаған тапсырмаларыңыз дұрыс болды ма? Қаншалық дұрыс болды? 100. Бағалау парағына қазір соны ескеріп баға қойыңыздар, жарай ма? Енді фастер дұрыс болды. Шығу парағын таратамын. Сабақтың соңына да жетіп қалды. Шығу парағын қойдырамыз. Бүгінгі сабақтан мен не білдім, маған не қызық болды, не қиын болды және өзінің өзіне берер бағам. Бүгінгі сабақта мен өзімді мынанша балға бағалаймын деп өздеріңіздің балдарыңыз қойсыздар. Аты жөндерді. Шығу парағы деген жандан үйренді. Сабақтан алған әсерлеріңізді ауызша. Бүгін мен Темірхан Бейнебек туралы білдім. Маған тапсырма қызық болды, маған өлеңнің идеясын табу қиын болды. Және бүгін сабақта өзімді бағалаймын. Бүгін мен Темірхан Бейнебек туралы білдім. Маған өлеңдері және поэзиялары қызық болды. Маған ешкімге қиын болмады. Бүгін сабақта өзімді оң бағаладым. Өте жақсы. Мағжан? Қаншаға бағалайсыз осында? Ал сабақтар айта аласыз. Айта аласыз. Бүгін мен туралы білдім, маған жұмыс қызық болды, маған ешнәрсе қиын болған жоқ. Бүгінгі сабақта өзімді оң бағаладым. Ал әлбек.